Бұл оқиға жүрегіңізді тереңнен толқытады. Сізге жағымды тыңдау тілейміз. Алина мен Ләйла аралары 7 минут айырмашылықпен дүниеге келді. Бірақ әжесінің айтуынша, екеуі сол күннен бастап олар бір күнге де ажыраған емес. Ортақ қуыршақтары, ортақ құпиялары, тіпті ортақ жүректері болды. Олар біреуі қиналса, немесе ауырып қалса, екіншісі бірден сезетін сол ерекше байланысты осылай атайтын. Балалық шағында олар шатырда қиялдағы көрермендерге арнап шағын театр қойылымдар ұйымдастырды. Ең сүйікті ертегілері зұлым-мыстан уғам алынған алмалар мен бейкүнә қызды баяу улайтын сиқыршы мен ханшайым туралы хикая еді. Алина әрдайым ханшайымды ойнаса, Ләйла мыстан болатын. Екеуі құтқару сәтіне арналған сиқырларды жарыса ойлап табатын. Ол кезде бәрі ойын ғана еді. Мектепте олар жігіттерді сынап көріп, кездесулерде орын ауыстырып, кімнің оларды шынымен ажырата алатынын бақылайтын. Алина батыл әрі көңілді, ал Ләйла мұқият әрі байқағыш еді. Оның маған қалай қарағанын көрдің бе? Деп күлетін Алина, жоқ, ол маған қарады деп қарсы шығатын. Ләйла, сен менің көйлегімді киіп тұрдың ғой. Осылайша олар айнадағыдай бір-біріне ұқсас, ажырамас күйде өсті. Бірақ бәрі ана жағындағы туған нағашы апасының қонаққа шақырған кешінен кейін өзгерді. Ол бет сүйектері шығыңқы, құлағында інжу сырғасы бар, көзқарасы темірдей қатал, паң әйел еді. Қонақтарды фарфор жинағандай іріктейтін, тек таңдаулылар, тек мінсіздер. Арман да солардың бірі болатын, сымбатты, жыртқыштай өткір, жинақы. Оның жымиысы жылтыратылған пышақтай еді. Әпкелі сіңілілер, әрине, шыдай алмады, тағы бір сынақ. Әуелі Ләйла, кейін Алина, ал ол екеуіне бірдей қарап, Алина алға бастайтын, ал сіз, Ләйла, бақылап отыратын жансыз деді. Ол оларды бір сәтте ақ таныды. Алина күліп жіберді, ал Ләйла сол сәтте әпкесінің көзінен бұрын болмаған бір ұшқынды тәуекел мен құмарлықты байқады. Алина бірден ғашық болды. Бір жылдан кейін той өтті. Алина арманның жары атанды. Ол қала сыртындағы зәулім сарайға көшті. Биік терезелі, тап-таза еленді, үнсіздігі ауыр үйге. Алғашында бәрі кино секілді еді. Гүлдер, сапарлар, комплименттер. Бірақ бірте-бірте үйреншікті ұсақ түйектер жоғала бастады. Қоңыраулар, ортақ демалыстар, ақылдасу, сен енді есейдің, әпкеңнің жетегінде жүруді доғар дейтін арман. Тағы неге Ләйламен хат жазып отырсың? Ол сені артқа тартады. Алдымен Ләйла қарсы болды, кейін жалынды, ал соңында үнсіз қалды. Олар сирек кездесетін болды, мессенджерлер арқылы сөйлесіп, түнде хат алмасып. Түстерін, қорқыныштары мен қуаныштарын, тіпті рецепттерін бөлісетін. Ләйла әпкесін мазаламауға тырысса да, Алина мен бірдеңе дұрыс емес екенін анық сезді. Дыбыстық хабарламалардағы үні әлсіреп, жауаптары қысқа әрі үзік-үзік болды. Кейде Алина, кешір, кейін ол үйде деп жазатын, немесе бір аптаға мүлде жоғалып кететін. Ләйла бұдан әрі күте алмады. Сол ортақ жүрек ішкі түйсік дабыл қақты. Ақыры Алинадан жалғысың ба? Деген қысқа хабар келгенде, Ләйла бірден, иә, қазір барамын деп жауап берді. Хабар смартфон экранында пайда болды. 40 минуттан кейін Алина қалада еді. Ләйла шағын, жайлы 2 бөлмелі пәтерде тұратын. Ескі үй, қабырғалары жарылған түс қағаздар, ысқырығы жіңішке. Алина ішке кіріп, пальтосын шешті де диванға құлай кетті. Ләйла оған бір қарап-ақ бәрін түсінді. Алина бозарып жүдеп кеткен, көзі бос, бүкіл денесі қалтырап тұрды. Сіз апталап ұйықтамаған сияқтысың, деді Ләйла, Алина дара құшақтап. Шын мәнінде ұйықтамадым, Ләйла, өзімді жаман сезінемін. Мен тіпті тұрмаймын деп мойындады Алина. Олар бұрынғыдай қатар отырды. Тек қазір ересектер, ал олардың арасынан қара көлеңке өткен. Сол көлеңке арман, Алина қорқынышты көрінген, иығы сәл еңкейген, көздері бос, ол мені қинап отыр. Деп сыбырлады Алина, мен ұйықтап қаламын, кейін ештеңе есімде болмайды, бірақ оянып әлсірегенмін.
Ләйлә көз жасын іште ұстап еріндерін ақарғанша қысып алды. Сен жалғыз емессің. Мен осындамын. Біз бірге әрдайым сияқты. Бір нәрсе ойлап табамыз. Олар түн бойы асханада отырып үнсіз отырды, кейін қайта сөйлесті. Алина шай ішті, дірілдеген қолымен шыныны көтеріп. Ләйлә оны орамалға орап құшақтады, білемсің бе? Деп тыныш айтты Ләйлә, рөлдерді ауыстырайық. Бұрынғыдай мен саған орнына барайын, бұл ақымақтық деп сыбырлады Алина, ол саған зиян келтіруі мүмкін. Бірақ егер біз ештеңе жасамасақ, ол екеумізге де зиян келтіреді. Келесі күні олар жоспардың барлық детальдарын талқылады. Алина бөлмелер орналасуын, Арманның әдеттерін түсіндіріп соңында қосты. Ең бастысы, оған қарсы шықпа, әйтпесе ашуланады. Кешке Ләйлә Алинадарын көйлегін, джинсовкасын киіп, інжу таққан шижімін тақты да Арманға барды. Дверді ол қалыпты жымиып ашты, бірақ көзінде реніш жарқ етті. Ләйлә сабырлы болуға тырысты. Жүрегі тамақ тұсында соқты, қайда болдың? Неге қоңырау шалмадың? Мен уайымдай бастадым, деді ол ренжулі, жол кептеліс. Деп тыныш айтты Ләйлә, ол тағы сұрақ қоймады да, оны асханаға бастап кетті. Үстел жабылған, 2 прибор, қызыл шарап бокалы, салат, бүгін тыныш кеш болады, деді Арман. Ләйлә отырды, қолдары дірілдеді. Ол шарап бокалын берді. Ләйлә бір сәтте ішіп тынысы қысқарды. Шаршадың ба? Деп сұрады Арман, даусында салқындық, сәл жабысқақтық бар еді. Ол басын изеді. Содан кейін Ләйлә әлсіздік сезініп есінен танып қалды. Арман қасында болды, бірақ сол сәтте өткір қоңырау шалды. Ол бөлмеден шығып кетті. 1 минуттан кейін қайтып келді, пиджакты түзеп. Ләйлә қорқыныш пен шаршаудан оянып есін жинады. Ол одан әрі кедергі жасаған жоқ, двері жабылды. Ләйлә үйден шығып көлікке отырып әпкесінің үйіне қайтты. Ол мұны істейді, Али, деп сыбырлады ол. Алинадарының қасына отырып, мен оны сездім. Барлық полицияға барамыз. Ол тіпті сені де қауіпті жағдайға қалдырды, деді Ләйлә Алинаға. Жоқ, бірақ ол бұл істегісі келгені анық. Мен есімнен танып қалған кезде бірдеңе дұрыс болмаған сияқты, ол істей алмады. Маған сәттілік болды. Бұнымен бітіру керек, деп жауап берді Алина. Таңертең олар полицияға барып, бәрін баяндады. Бірақ дәлелдер аз болды. Біз оны ұстай аламыз, деді офицерге. Тек бізге мүмкіндік беріңіз. Офицер келісім берді. Кешке полицейлер Арманның үйі маңына засаду жасады. Ләйлә тағы да есікке келді. Арман бірден ашты, сәл күтіп тұрғандай. Ол сақтық танытты. Күн бойы қайда болдың? Деді ол тыныш. Дәрігерде өзімді нашар сезіндім, деп дрожащим дауыспен жалған айтты Ләйлә. Ішке кіргенде. Бұл жолы ойындар болған жоқ. Арман кенеттен жақындады, ал Ләйлә әдеттегідей әрекет етуге тырысты. Сол сәтте полиция бөлмеге кірді, 2 офицер бірден. Арман ұсталды, бәрі бітті, деді біреу. Ләйлә жеңіл дем алды. Көзін ашқанда Алинадарының көз жас төккен жүзі үстінде тұрды. Бәрі жақсы, Лирочка, біз бәрін жеңдік, деді Алина. Арман ұсталды. Үйден оның әрекеттерінің дәлелдері табылды. Қылмыстар ауыр болды, зиян келтіруге әрекет, заңсыз әрекеттер, қорқыту. Алина ажырасуды талап етіп, оның мүлкінің жартысын алды. Бірнеше айдан кейін әпкелер орман қасында жаңа үйлерінің террасасында отырды. Жеңіл жел перделерді тербеді, шай қайнатып, жалбыз шайы булап тұрды. Біздегі сиқыршы мен хан шайым туралы спектакльді есіңде ме? Деп күлімдеді Ләйлә. Енді хан шайым сен, деді Алина, ал сиқыршыны біз сотқа жібердік. Олар күлісті. Тағы да жеңіл, шын көңілмен қоңырау шалғандай.